Қазақстан Республикасының елордасы Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу идеясы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Қаласы 1830 жылы Есіл өзенінің жағасында орыс әскерлері бастаған бекіністен басталады. 1862 жылы Ақмола қала атауы берілді. 1962 жылы қалаға Целиноград атауы берілді. Елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру, ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусым өтті. 2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаланың атын экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне Нұрсұлтан деп қоюға бұйрық берді. Қала 4 ауданнан тұрады. Алматы, Сарыарқа, Есіл және Байқоңыр. 2020 жылы 1 қаңтар жағдайы бойынша қала тұрғындар саны 1.036.800 адам. Бұл Алматыдан кейінгі Қазақстандағы екінші көрсеткіш. Қазақстанның тұңғыш президентінің идеясымен іргесі қаланған жаңа елорда қысқа мерзім ішінде жалпы ұлттық идеясы мәртебесіне ие болып, жас мемлекеттің тәуелсіздігінің символына және жиһандық табысына айналды.